Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика пәні 3-ші сабақ. Бір саны және цифр тақырыбы. Бүгінгі сабақта бір саны және цифрмен танысатын боласыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Суретке қара, қай заттар бір-бірден екенін айт дейді. Балалар, суретке мұқият қараймыз. Мұнда бізде бір-бірден көрсетілген заттар ол. Терезе бізде біреу, орындық біреу, шам біреу, сағат біреу, үстел біреу, және кілем біреу, робот біреу, жастық біреу екен, және компьютер біреу, фотосурет біреу. Осылай бір-бірден көрсетілген заттарды санап шықсақ болады. Ал енді суреттегі әртүрлі заттардың санын анықта, олардың санын карточкадан көрсет дейді. Балалар, мұнда суретте доп 2. Демек, карточкадағы мұнда 2 және 2 нүктемен 2 санды көрсетсек болады. Ал кітаптарды санайтын болсақ, бізде барлық кітаптың саны 10, демек 10 нүктелер мен 10 санын анықтасақ болады. Келесі, бізде гүл 2, демек ол 2 санына сәйкес келеді. Ал көліктерге келетін болсақ, бізде көлік 2 көрсетілген, демек ол да 2 санына сәйкес келеді. Ал енді қораптарды санайтын болсақ, мұнда 1, 2 және 3 қорап бар, демек ол 3 санына сәйкес келеді екен. Осылай заттарды санап шықсақ болады. Екінші тапсырма. Қай заттар бір-бірден бейнеленген сырымға оқу құралдарын жинауға көмектесті? Балалар, бізде қай заттар бір-бірден көрсетілгенін анықтайық. Яғни мұнда сурет салуға арналған альбом біреу, сызғыш біреу, өшіргіш біреу, қалам біреу, және қаламсауыт біреу, және кітап біреуден көрсетілген екен. Ал енді оқу құралдарын жинауға көмектесуіміз қажет. Бізге қажетті оқу құралдары, яғни сурет салуға арналған альбом, сызғыш, өшіргіш, қалам, қаламсауыт, кітап және әріптер жазылған текшелер бізде сабақ оқуымызға қажет болуы мүмкін. Келесі, 3-ші тапсырма. Әр затты сана және олардың санын салыстыр дейді. Балалар, бірінші берілген заттарды санап шығайық. Яғни қылқалам, сурет салатын қылқалам бізде біреу, өшіргіш 1, 2, 3, 4, қалам біреу, 2, 3, ұштағыш біреу, 2, қарындаш бізде 1, 2, 3, қаламсауыт бізде біреу және қайшы 2 екен. Осылай барлық заттарды санаймыз да, мұнда берілген бос бөлгөздерді пайдаланып, сандарды салыстырамыз. Яғни, өшіргіш пен қылқаламды салыстыратын болсақ, әрине, өшіргіш көп бізде, сондықтан 4 саны артық. Келесі, қалам мен ұштағышты салыстырамыз. Мұнда қалам 3, ал ұштағыш 2, яғни қалам бізде артық болып тұр. Келесі, бізде тең заттар ол қылқалам мен қаламсауыт. Олар бізде бір-бірден көрсетілген, сондықтан олар тең болады. Осылай тапсырманы орындасақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.